Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы атақты тұлғалар бөлімі бойынша нәтиже сабақ. Мен не үйрендім? 3-ші тоқсан бойынша. Здравствуйте, ребята! Тема сегодняшнего урока за третью четверть итоговое занятие по разделу «Известные личности». Чему я научился? Оқылым, чтение. Бірінші тапсырма. Мәтінді оқы. Мәтінге тақырып қой, сұраққа жауап бер. Первое задание. Прочитайте текст. Назовите его. Потом ответьте на вопрос. Мен ұлы адамдар туралы кітап оқыдым. Я прочитал книгу про великих ученых. Дина Нұрпейісова, Шоқан Уәлиханов, Абай Құнанбайұлы, Бауыржан Момышұлы, Ыбырай Алтынсарин, Әбілхан Қастеев туралы білдім. Я узнал о Дине Нұрпейісовой, Шоқан Уәлиханова, Абай Құнанбаева, Бауыржан Момышұлы, Ыбырай Алтынсарина, Әбілхан Қастеева. Дина Нұрпейісованың күйлерін тыңдадым. Слушала күй Дина Нұрпейісовой. Шоқан Уәлиханов салған суреттерді көрдім. Увидел рисунки Шохана Уәлиханова. Ол суретті өте жақсы салған. Он очень хорошо рисовал. Абай Құнанбайұлының өлеңдерін оқыдым. Прочитал стихи Абай Құнанбаева. Ініммен бірге Ыбырай Алтынсарин шығармалары бойынша түсірілген мультфильмдер көрдім. Со своим младшим братом посмотрел мультфильмы, которые написал Ыбырай Алтынсарин. Әбілхан Қастеевтің суреттері әдемі екен. Рисунки Әбілхана Қастеева очень красивые. Ал сен бұл кісілер туралы не білесің? Айтып бер. А ты что знаешь про этих людей? Расскажи. Жазылым, письменная работа. Екінші тапсырма, диаграмманы толтыр. Второе задание, нужно заполнить диаграмму. Записываем в тетрадку. Первая диаграмма про Абая Құнанбаева, вторая диаграмма про Шоқана Уәлиханова. Абай Құнанбайұлы кім? Бұл ақын. Кто такой Абай Құнанбаев? Он поэт. Еще что можно заполнить про него? Екінші диаграмма. Шоқан Уәлиханов кім? Бұл ғалым. Кто такой Шоқан Уәлиханов? Он ученый. И так далее. Жазылым, письменная работа. Үшінші тапсырма. Әбілхан Қастеевтің туындысы бойынша мәтін құра. Третье задание записываем в тетрадку. Нужно будет написать текст или рассказ про Әбілхана Қастеева. Айтылым, устная работа. Бесінші тапсырма. Сенің өлкеңде туған ұлы тұлғалар туралы ақпарат жина. Бір тұлға туралы фотоколлаж дайында. Пятое задание. Вам нужно будет приготовить информацию о известной личности, который проживал в вашем городе, области или в поселке. И по нему нужно сделать фотоколлаж. Кел жаттығайық, білгенге маржан. Давайте прочитаем вместе. Күш білімде, білім кітапта. Ұлының өзімен кездеспесең де, сөзімен кездесуге асық. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.